Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге аппетитка немесе личо деп аталатын салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен сәбізді еттартқыштан өткіземіз. Одан кейін ашып дайындап алған сарымсақ және де чили ащы бұрышын, оның артынан болгар бұрышын осылай турап еттартқыштан өткізіп аламыз. Және одан кейін қызанақты өткізетін боламыз. Одан кейін майымызды қыздырып, осылай ұсақтап туралған пиязды салып қуыратын боламыз. Одан соң сәбізімізді салып араластырып қуырып аламыз. Сәбіз пісерге таман үстіне банағы болгар бұрышымызды, сарымсақты және чили бұрышын қосып араластырамыз. Одан кейін қызанақты салып, үстіне дәміне қарай тұз, бұрышын салып араластыратын боламыз. Қалауыңыз бойынша аскөк салуыңызға да болады. Одан кейін осындай лавр жапырағы мен чили бұрышын тұтастай салып араластырамыз да қайнатамыз. Ең соңынан осындай қара бұрышты салып 10 минуттай қайнатамыз да астын өшіреміз. Пісіп болғаннан кейін ішіндегі банағы ащы бұрышымызды және де лавр жапырақтарын алып тастаймыз. Алдын ала стерилдеген банкамызға салатымызды құйып шығамыз. Осындай ыстық күйінде банкаларға құйып, бетін жабамыз. Қысқыға арналған өте керемет дәмді салат. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.